Эде Боботви «Энергия вселенной» Украина фэнтези фильмнын премьерадан Эвель Хайрие Костеролева кечерілді. Костеролевге айры бір ихтие жылы баллар, ана бабалары еле давет етілді. Бір ай девамында сатылған билеттен 10 гривна ЮНИСЕФ фондының инклюзив лейхаларына йоланылacak. Боват адлы робот аққында фильм. Будуnya куртарывы достлық елекове кемли күреші ақында бір егее. Бұйық мақсус эффектлерінен толу фильмнің яратылуына 2 ел керек олды. $800,000 тешкіл еткен умуми бюджетнің ярысыны Дәвлет кино айырып берді. Фильм ойнатылуы августның 30-ында башлана. Бу ерде инклюзив балабақчаларына бағышланған лейха ақында айтыла. Инклюзив тәселі қызметлері 25 балабақчасына берілежек. ЮНИСЕФнің фикріне көре әрбір бала уникальве сақлық алына бақмадан тәсел алмаға ақы бар. Бу ерге бізні давет еткенлері үшін тешекерлер білдіреміз. Чоқ позитив дұйғылар беклейік. Бұ яны фильмден яны білгелер, тесуратлар беклейджеміз.